Сәлеметсіздер ме? Алтын саққа математикалық әліппені есептерінің алтыншы сыныпқа арналған мектепшілік кезең тапсырмаларының екінші бөлімін қарастырайық. Теңдеуді шешіңіз. Алдымен біз жаңағы бұл теңдеуді шешу үшін бөлшектің негізгі қасиетін еске түсіруіміз керек, иә. Егер де адам b дейтін қандай да бір бөлшек болса, біз оның алымын да бөлімін де қандай да бір санға көбейтетін болсақ, мысалы n деген санға нөлден өзге, онда берілген бөлшекке тең бөлшекті алады екенбіз. Оны не үшін еске түсіріп жатырмын? Мына бөлшектердің алымында бөлімінде ондық бөлшектер тұр. Олармен жұмыс істеу бізге ыңғайсыз. Сондықтан біз мына үтірлерді алып тастау үшін оларды сәйкес мәндерге көбейтейік. Сонда бірінші бөлшегімізді біз көбейтейік 1000-ға. Сонда біздің бөлшегіміз алымы 1 болады да, бөлімі 20-ға айланады, иә. 20-дан 1х болады. Екінші бөлшегімізді мына жерде үтір деген екі сан болғаннан 100-ге көбейтейік. Сондықтан 25-тен 10 болады екен. Енді теңдеуімізді шешейік. 20-дан 1х тең болады 5-тен 1 қосылған 25-тен 10. Ортақ бөлімге келтіреміз, ол 25 екені белгілі. Сонда 5 қосу 10, 15 болады екен. Енді бұл жерден x-ті табу үшін не істейміз? 25-тен 15-ті бөлуіміз керек 20-дан 1-ге. 25-тен 15-ті көбейтеміз 1-ден 20-ға, бөлуді орындау үшін біз көбейтуге осылай аударамыз. Бұл жерде екінші бөлшекті алымен бөлімнің орнына ауыстыру арқылы. Енді не істеуге болады? Бұл жерде 15 пен 25-ті 5-ке қысқартуға болады. Ары қарай 5 пен 20-ны тағы 5-ке қысқартуға болады. Сонда 12 деген жауап шығады екен. Б жауабы. Екінші есеп, ең үлкен ортақ бөлгіші төртке тең сандар жұбын белгілеңіз. Енді бұл жерде жауаптарына байланысты 85 пен 100-дің келмейтіндігін бірден анықтауға болады. Себебі бізде ереже бар ғой. Сол цифрлары 5 және 0 мен аяқталатын сандар 5-ке еселі болады. Демек, бұл сандар 5-ке бөлінетін болса, оның ең үлкен ортақ бөлгіші 4 болмайды. Сол сияқты 50 мен 200-ді де, 120 мен 160-ды да бұл қатардан бірден алып тастасақ болады. Сонда бізге 24 пен 88-дің еу обысын және 44 пен 200-дің еу обысын тапсақ жеткілікті. Енді сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін біз не істейміз? Жай көбейткіштерге жүктейміз, келесі түрде міне 24-дің жай көбейткіштері, міне 88-дің жай бөлгіштері. Сонда бұл жерде 2, яғни еу обысы 8-ге тең болып тұр. Демек, бұл вариантта бізге келмейді екен. 44-ті жүктейік жай бөлгіштерге. 200-ті бөлейік, жүктейік. Енді көріп отырғандарыңыздай, мына жерде 2-2-2-ден бар. Сондықтан еу обысы 4 болады екен. Д жауабы қанағаттандырады екен. Келесі үшінші есеп. Балықшы қайықпен 5 сағат бойы көлмен жүреді. Көл бойымен жүрген. Одан кейін осы көлге құятын өзен ағыс бойымен 3 сағат жүреді екен. Қайықтың меншікті жылдамдығы 10 км сағатына. Өзен ағысының жылдамдығы ағыс деген 3 км сағатына болатын болса, балықшы барлық уақытта қандай қашықтықты өтеді?
Енді ол 5 сағат бойы 10 километр сағатына жылдамдықпен жүрген. Себебі көл дегеніміз ол ода ағыс болмайды. Сондықтан қайықтың қандай жылдамдығы болады, меншікті сол жылдамдықпен жүзеді екен. Яғни 5 сағат бойы қайық өзінің 10 километр сағатына жылдамдығымен жүзген. Одан кейін, яғни плюс 3 сағат бойы ол өзен ағысымен жүзеді. Яғни қайықтың меншікті жылдамдығына өзеннің ағысы не істейді? Көмектеседі. Сондықтан осыны егер де есептейтін болсақ, жаңағы жүріп өткен барлық жолды табамыз. 313 39, оған 50 қосамыз, 89. Демек 89 километр жүрген екен. Келесі, натурал АЛТ-ны сандар үшін төменнен теңдік дұрыс ең үлкен санды белгілеңіз. Енді бұл жерден қарап отырғандарыңыздай біз соңғы екеуін бірден үлкен сандар болмайтынын алып тастаймыз. Себебі өздеріңіз көріп отырсыздар, алдындағы коэффициенті бірден үлкен, иә, 2-ден 11, 3-тен 4 деген. Демек, мен н деген сандарымыз кішкентай болып тұр. Себебі кішкентай болғандықтан мына тепе теңдіктер орындалу үшін одан дегеннен, мысалы 11-де көрсе 5 әрпін алу керек. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Санның өзі кішірек болғандықтан оның алдында тұрған коэффициент көбірек болады керісінше. Сондықтан осы үшеуін мүлдем алып тастасақ болады. Ары қарай бұл жерден 8-ден 1 7-ден 2 L және 9-дан 2 T деген. Енді осы бөлшектерді салыстыру үшін не істейміз? Бөлшектерді салыстыру үшін міндетті түрде бөлімдерін ортақ бөлімге келтіру керек. Сонда бұл жерде 7 мен 9 келеді, иә? Толықтауыш көбейтгіш ретінде мына екіншісіне керісінше 8 мен 9 келеді, ал мұнда 8 мен 7 келеді. Сонда біздің бірінші бөлшегіміз есептейтін болсақ 504-тен 63 болады. L-ді есептейтін болсақ 504-тен 144 L болады. Ал T-ны есептейтін болсақ 504-тен 112 T болады екен. Бағанадағы логиканы қайтадан еске алатын болсақ, неғұрлым сан үлкенірек болса, оның алдындағы коэффициенті кішірек болады, иә? Сондықтан ең үлкен санымыз болып тұр екен. Келесі есеп. Қабырғасы 40 сантиметр болатын шаршы пішіндес қабырғаны 4 адам 4 сағатта әктей алады. Ал қабырғасы 50%-ға ұзын болатын шаршы пішіндес қабырғаны 2 адам неше сағатта әктей алады? Енді біріншіден мұның қабырғасы 40 сантиметр, иә? Ал демек ауданы 1600 болатын ескеруіміз керек. Енді қараңыздар, бірінші шаршының қабырғасы 40 болды ғой. Екінші шаршының қабырғасы осыдан 50%-ға көбірек. 50% дегеніміз ол кез келген нәрсені, мысалы шаршыны болсын қарастырған кезде біз 100% деп аламыз. 50% дегеніміз демек осының жартысы. Демек 40-тың жартысы ол 20. 50%-ға көбірек, демек келесі шаршының қабырғасы 60 деген сөз. Ал қабырғасы 60 болатын шаршының ауданы 3600 болатын есептеп алу оңай. Сонда біз келесі түрдегі пропорцияны құрастырады екенбіз. 1600-дің 3600-ға қатынасы 4 адам 4 сағат жұмыс істейді, сондықтан 4-ті 4 көбейтеміз. 2 адам
белгісіз сағат жұмыс істейді. Осы жұмыс уақытын табуымыз керек. Енді бұл жерде пропорциялардың ережесі бойынша x-ті табу үшін біз не істейміз? 3600-ді 4/16-ға көбейтеміз де бөлеміз 1600-ге, және мына бізге тек қана x керек қой, сондықтан x-тің алдында тұрған коэффициентке. Сонда мында 2 нөлді қысқарсақ, 16 мен 16-ды қысқарсақ, 36-ны 2-ге бөлетін болсақ, 18. Демек, 18 сағатта ақтейді екен. Келесі, әр баған бойындағы және әр жол бойындағы сандардың көбейтіндісі төмендегі суретте көрсетілген. Сонда сақаның астында жасалған сандардың қосындысы нешеге тең? Кесте тек натурал сандармен толықтырылған дейді. Енді бұл жерде біз қарайық. Сонда мына қатарда қатар, мынау қатар болады. Баған. Мына қатардағы жаңағы сандардың көбейтіндісі 28-ге тең. Мына қатардағы, яғни бағандағы сандардың көбейтіндісі 63-ге тең. 28-дің де 63-тің де ортақ қандай бөлікші бар? 28 бен 63-тің қандай ортақ бөлікші бар? 7, е? Енді бұл жерде 7 болса, 7-ні, мысалы 63-ті қарайтын болсақ, 7-ні 9-ға көбейтеміз, және 1-ге көбейтеміз, е? Болмаса 3-ге және 3-ге көбейтеміз. Ары қарай келесін көрейік. Мына жерде 135 деген сан бар, е? Болмаса мына осы 63-ті аяқтай салайық. Мына жерде 1 болатыны айдан анық. Мына жерде болады 9. Неге екенін түсіндірем. 63 дегеніміз 7 мен 9-ның көбейтіндісі деп айттық қой. Болмаса 3 пен 3-тің дедік. Мына жерге 3 пен 3 деп алатын болсақ, мына жерге 3 қойымыз керек болады. Ал 10-ның бөлікіштерінің арасында 3 жоқ, сондықтан 3-те 3 деген вариант бізді қанағаттандырмайды екен. Демек 9 бен 1 қалады. Мына жерге тағы да 9-ды мен қоя алмаймын сақаның орнына, себебі 10 9-ға бөлінбейді. Сондықтан тек қана ыңғайлы жаңағы бізге сәйкес келетін жағдай ол 1 болғандағы. Сондықтан мынаны 9 екенін біліп алдық. Келесі, енді 135-ті қарастырайық. Бұл сан бізде 5-ке аяқталып тұрғандықтан, бұның бір көбейткіштері міндетті түрде 5 болу керек, кемінде. Енді мына 24-те тұрған қатарға біз 5-ті қоя алмаймыз, себебі 24 5-ке бөлінбейді. Демек, ол мына жерде тұрады 5-іміз. 5 жердегі 9 45. Мына 135-ті жай бөлгіштерге бөлейікші, мысалы 5-ке бөлген кезде бізде болады 27, е? 27. Бұны ары қарай біз келесі бөлгіші 9. Демек, мұнда 3 керек екен. Енді ары қарай жалғастырамыз. Мына бағанды қарайтын болсақ, бізде 5 бар. 25 алу үшін 5-ті 5-ге көбейту және 1 болады. Мына сақаның орнына 5-ті қоя алмаймыз, себебі 28 5-ге бөлінбейді. Демек, 5 мында болады, мына жерде 1 болады. Сонда 7 1 мында 4 болады. 4 3 6, 6 24-ге дейін 7 3 мында кешірім өтінемін, 4 12, 10-ны 24-ге жеткізу үшін тағы 2-ге көбейту керек. Енді әрбір қатардағы бағандағы қойып шыққан сандарымызды тексерсек, есебіміз дұрыс шығып тұр. Бірақ бізге осы сақалардың астында жасырылған сандардың қосындысын табу керек. Яғни 1 қосу 1, 2 қосу 3, 5. Демек, жауабы 5 болады екен. Назарларыңызға рахмет. 3-ші бөлім есептерін келесі сабақта, келесі видеода көрсеңіздер болады.